Аттан Қазақстан қозғалысының жетекшісі Амантай Қажы ағамызға амандасып, ақ батасын алу әрбір қазақ үшін үлкен бір мәртебе. Жақында ғана құрмет орденімен марапатталған Абыз ағамызға құтты болсын айттық. Аттан Қазақстан қозғалысының штаб пәтеріне арнайы іздеп барып, көпшіліктің көкейінде жүрген көп сұрақтарға жауап алдық. Алланың жолында жүрген ақ көңіл ағамыз амандық саулық сұрасқан соң азан шақырды. Мемлекет тарапынан бір тиын көмек көрсетілмесе де 28 мемлекетке барып, қазақ елінің туын қадапты. Алла қодап тұр, тек Алла, халқым адаспаңдар, шатаспаңдар. Беретін Алла, бермейтін Алла, тағы айтам. Алланың жолымен біздің мақсатымыз ұлы иманды мемлекет құру. Мәңгі бақы, оның алдында полигонды барып, қол-бұғыл жаптық қой, оны бәрі айтамыз. Орал қазақтардың тойын бұздық, аттан басқарып тұрды. Міне, Ермақты құлаттық, жау жармақты. Мәнекей, бағысталып бір, ешқандай өкіметтен, ешқандай көмек алған жоқпын. Амантай Қажы ағамыз Алланың берген қасиетінің арқасында қазақ халқының жанашыры, тек шындық үшін шырылдап, елінің ертеңін ойлап жүрген бүгінгі күннің батыры. Құдай шүкір, менің 7 балам бар, 12 немерем бар. Анам осы жерде қайтыс болды. Жаназасын шығарып, ауыл жерге қойдық. Ол 30 жыл бұрын. Мен әкем соғыста қайтыс болған еді, Қантемір әкем. Оны 70 жылдан кейін топырағын таптық. Шапура деген Витеб облысы, Белоруссияда. Мәлік ағамыз марқұм академик еді. Ауыл жерге әкеп қойып, ояқта жаңа ас беріп құрылақ тұрамыз ғой, енді қабыл болсын. Өзіміз міне 5 ағайын дедік, 4 ағамды шығарып салып, қарындасымды ең үйде кенжетайым, міне айналайын. Осы Асылбектердің 50 метр үлкен ағасы болып тұрмын. Аттан Қазақстан бейбіт шеруінің негізгі мақсаты иманды мемлекет құру. Осы жолда Амантай Қажы көптеген игі істер атқарып жүр. Алқалы жиындарда Алланы мадақтап, бар білгенін жастарға үйретуден жалықпайды. Қайырымдылық жасауды өзінің парызы деп санайды.